шілдеден бастап ипотека арзандайды деп жатыр ма? Шілде айынан бастап. Сондай ой болған, бір қайттан шегерді. 2027 жылдың қаңтарына дейін. Ол кімнің ойы еді сонда? Кімнің ойы еді? Үкіметтің бе? Банктердің бе? Үкімет сондай ипотекаға 20% шек қоямыз деп жоспарлаған. Үкімет болғанда неге бас тартты енді? Үкімет дегенде біз сол бүкіл институттардың барлығын үкімет деген бір тұлғаға біріктірсек, сондай болады деп ойлаған. Неге бас тартты енді? Оның да проблемасы көп. Шектеп, яғни өзі шектеу дегеніміз ол қолдан басқару деген сөз ғой, иә? Тежеу. Иә, сондай. Онда проблемасы көп болады. Сол проблемаға мүмкін әлі дайын емес шығар. Оның детальдарын білмеймін. Ол қарапайым түрде түсіндіретін болсақ, біз барлығымыз азық-түліктің арзан болғанын қалаймыз, иә? Айтады, мысалы, азық-түлік арзан болу керек. Неге үкімет, мысалы, нанның бағасын шектемейді деп айтады, иә, мысалы. Айталық, нанның бағасы қазір барлығына айтайық. 100 теңгеден сатыңдар дейміз. Сен қай жерден онды сатып алып жатсың? Сен адамдарға қанша жалақы төлеп жатсың? Маған қызық емес. Нанды 100 теңгеден сат дейді. Мен нан шығаратын компания ретінде не істеймін? Адамдарға жалақыны өсірмеймін мен. Өсірмеймін, себебі мен нанды ұн қымбаттаса да, бидай қымбаттаса да, ана жерде суару қымбаттаса да, сол бүкіл циклдан бәрі қымбаттап келсе де, мен нанның бағасын өсіре алмаймын. Мен өзімнің шығындарымды жабуым керек. Қайдан жабам? Жалақыны азырақ төлеймін. Жалақыны азырақ төлесем, маған сапалы жұмыс жасайтын адамдар азырақ келеді. Иә. Нанның сапасы азырақ болады. Нанның арзан нан жегің келе ма? Сапасыз нан жейсің. Иә. Одан бөлек көп компания ондай шектеуге қарсы тұра алмайды, мысалы, тұрады да жабылады. Азырақ нан жейсің. Сондықтан экономикада енді шектеу деген кейбір жерлерде жұмыс жасайды, кейбір жерлерде жұмыс жасамайды. Мысалы, мен банк болсам, ипотекаға маған айтады, енді 20%-дан асырған ипотека бермейсіңдер деп айтсам, мысалы, иә. Оған қатысты мен өзімнің бизнесімнің маржасын, тағы да басқа кірістерін есептеп тұрып қарайтын болсам, енді ипотеканы мен неге адамдарға бере беремін? Бермеймін, себебі рискімді бағалаймын.